Баршаңызға сәлем достар. Бүгінгі видеода мен сіздерге ағылшын тіліндегі зат есім тудырушы жұрнақтарды түсіндіремін. Бүгінгі түсіндіретін жұрнақтар тек қана етістіктен зат есім тудыратын жұрнақтар болып табылады. Бірінші өтетін жұрнағымыз R және OR деген жұрнақтар. Ал енді мысалдарға назар аударайық. Бірінші мысалға назар аударатын болсақ, to direct жетекшілік жасау деген мағынаны білдіреді. Мұны зат есімге айналдыру үшін director, яғни директор деген сөз шығады. Directке or деген жалғауды жалғасақ, ол зат есімге айналады. Келесі мысал to invent, өнер табу, яғни өнер бір нәрсені ойлап табу деген мағынаны білдіреді. Бұл жерде бұл етістік болып тұр. Мұны зат есімге айналдыру үшін біз or деген жұрнақты жалғаймыз. Inventor, өнер тапқыш деп аударылады. Яғни мағынасы зат есім болып өзгеріп кетеді. Үшінші мысалға назар аударайық. To read, оқу деген мағынаны білдіреді. Біз бұны зат есімге айналдыру үшін R деген жұрнақты жалғаймыз. Reader, оқырман деп аударылады. Келесі мысал to sell, сату деген мағынаны білдіреді. Seller, сатушы, яғни R деген жұрнақ қосылып, сатушы болып зат есімге айналып кетті. Бұдан бөлек көптеген мысалдар бар, мен сіздерге бірнешеуін ғана көрсеттім. Келесі жұрнақ meant деген жұрнақ, ал енді мысалдарға назар аударайық. Бірінші мысал to agree, келісу деп аударылады. Бұл сөзді зат есімге айналдыру үшін біз meant деген жұрнақты жалғаймыз. Agreement, келісім деп мағынасы зат есімге байланысты өзгеріп кетеді. Келесі мысал to develop, дамыту, development, даму деп аударылады. Келесі to pay, төлеу, payment, төлем. Келесі to govern, басқару, government, басқарма деп өзгеріп кетеді. Келесі жұрнақ шын, шын, яғни жазылуына назар аударатын болсақ, S әріпінен басталады, ал біреулері T әріпінен басталады. Бірақ айтылулары бірдей болып айтылады. Мысалдарға назар аударайық. To collect, жинау, коллекция деп айту үшін collection деп айтамыз. Екінші, to connect, қосу, connection, байланыс. Яғни етістік зат есімге өзгеріп кетті. Үшінші, to produce, өндіру, production, өндіріс. Осылайша көптеген зат есімдер осылай өзгеріп кетеді. Осымен біздің видеомыз аяқталды. Видео сіздерге түсінікті болды деп ойлаймын. Ұнаса, лайк басып, каналға тіркелуді ұмытпаңыз.